Баршаңызға сәлем. Осындай бүгін керемет шарлотка пирогын әзірлейтін боламын. Ол үшін бізге бар жоғы 3 жұмыртқа ғана қажет болады. Достар, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бұл өте қолжетімді пирогтардың бірі. Кішкене шым-шым тұзды салып, араластырып аламыз тұзын. Келесі кезекте біз 1 кесе шекерді салатын боламыз. 1 кесе шекерді салып болғаннан кейін оны миксердің көмегімен араластырған жөн. Өйткені өте жақсы көпіршіп, шекері жақсы еритін болады. Көпіршітіп алғаннан кейін оған біз қаймақ қосатын боламыз. 3 қасық немесе 4 қасық қаймақ қоссаңыздар болады, қалауларыңыз бойынша. Бұл жерде мен барлығын көбінде көз мөлшерімен жасаймын. Мінекей осылай қаймақты да жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте 1 кесе майымызды құямыз. Майды да осылай жақсылап араласуы керек. Ванилин, бұл жерде ванилин біздің пирогымызды хош иісті ететін болады. Сонымен қатар қопсытқышты қосамыз. Осыларды қосып алғаннан кейін тағы да жақсылап араластырамыз барлығын. Одан кейін ұн қосатын боламыз. Ұнды міндетті түрде еліктен өткізіп қосқан дұрыс. Пирогымыз барынша үлпілдек, нәзік болып шығады. Қоймалжың болғанға дейін қосамыз ұнды. Одан кейін дайын болғаннан кейін массамыз бізге 2 алма қажет болады. Бірінші алманың сыртын тазалап, жақсылап аршып аламыз. Осылай тазалап алғаннан кейін алманың барлығын кубиктап турайтын боламыз. Майда кубиктап турап, сол турап алған алмамызды дайын тұрған массаға салып араластырамыз. Мінекей бізде массамыз дайын болды. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Сөйтіп осылай қалыпқа салатын боламыз массамызды. Енді бізде осы массаның бетіне екінші алманы турап әсемдеп қою қалды. Жіңішке етіп алманы тураймыз. Осы алманы әдемілеп пирогтың бетіне қойып шығамыз. Мінекей осылай шықты менде. 180 градуста қойып пісіріп алдым. Міне осындай шарлотка пирогы пісті. Астарыңыз дәмді болсын.